Шығыстардың өзін біз бөлеміз үшке. Бірінші, негізгі шығыстар. Негізгі шығыстарға бұлар үнемі тұрақты түрде болатын. Ол может быть ипотека, ол может быть квартира, арендада тұрсаңыз. Коммунальные услуги, тұрақты шығыстар. Мысалы, садик, балаңыз барып жүретін болса, және де тамақ, продукт аламыз, жол шығындары. Бұл сізде тұрақты болатын шығындар. Енді жаңағы есепті жүргізген кезде сіз уже көре аласыз. Сіз таксиге қаншама жұмсап тастайсыз? Сіз сырттан просто тамақ ішкенге, обед ішкенге қаншама жұмсайсыз? Сіз кофеға қанша жұмсайсыз? Сіз орынсыз бір жерге ойланбай алатын шығыстар болады, сондайларға қанша ақша жұмсап тастаймыз. Өйткені бізде алдымызда мақсат жоқ кезде, біздің қалтамызда 10 мың теңге, 20 мың теңге болса да, біз андай бір нәрсе ұсынса сатып алатын соблазн бар барлығында да. Сізде алдыңызда четкий план болған кезде, сіз негізші шығындарыңыздың барлығын сұрап тастайсыз да, тек қана қажеттілікке ғана орнатасыз. Негізгі шығындар, сосын тұрақсыз шығындар бар. Бұны да өздеріңіз жазған кезде көре аласыздар. Тұрақсыз шығындар, мысалы бізде мүмкін біз киім аламыз, киімге кету мүмкін. Мысалы бізде қыдыруға кетеді, сыйлыққа кету мүмкін. Баламызға может быть ойланбай, ладно жарайды, ойыншық алып бердік. Осы сияқты сізде тұрақсыз шығындар бар. Және де бізде эмоциональный покупкалар бар. Тіпті өздеріңіздің Каспи голдтарыңызды ашып қарайтын болсаңыз, қазір шығындарыңызды жап шыққан кезде түсініксіз қайда кеткен, не үшін алған шығындарды көріп шығасыз. Біз алдымен осындай покупкаларды, осындай негізсіз шығындардың барлығын сызып тастауымыз керек. Бұл бізге не үшін қажет? Алдағы уақытта біз сіздердің бюджеттарыңызды пландаймыз. Қай ақша, қайда кетіп жатыр, және де біз алдағы уақытта үй алу үшін қай жерден қаншама ақшаны үнемдеуіміз керек, қаншама ақшаны жоспарлауымыз керек. Енді сіз бүкіл бюджетіңізді, шығындарыңызды жазып шыққаннан кейін, сізде уже общий картина болады. Общий картинаны біз бөлеміз. Мысалы, мен 50, 30, 20 техникасымен бөлем. Бірақ та есептен қараңыздар, бұл барлығына бірде келе бермейді. Мысалы, біреу 350 мың жалақы табатын болса, біреу 1,5 миллион табуы мүмкін де. Но 1,5 миллионда да сіздің табысыңызға сәйкес шығындарыңыз өсіп кетпеу керек. Сіз өзіңізде негізінде бюджетіңізде нақты қанша шығын сізден кетеді, соны есептеп алуыңыз керек. Вообще негізінде сіздердің 50 табысыңыздың 50% шығынға кету керек. Барлығы осының ішінде жату керек. Одан асып кеттіңіз ба, демек сіз кедейлікте жүрсіз. Ары қарай 30% бұл сіздің кредитіңіз. Егер де бар болатын болса, кредит сіздің кірген кірістің 30% алу керек. Мысалы, сізде 300 мың теңге кредиттің табыс келіп кірісіңіз бар ма, демек сіздің 90 мыңнан кредит асуға болмайды. Бұл кредиті бар случайда. Егер де кредитіңіз жоқ болатын болса, бұл өте тамаша. Қалған 20%-ды біз оны қалауларға или мақсатты түрге қор жинауға аударатын боламыз. Немесе біздің жаңағы алдағы мақсатымыз бар, 1 жыл мен 6 айдың ішінде қандай үй алу бойынша или өзіміздің негізгі қалауларымызды орындау бойынша соған жұмсаймыз. Енді мән беріңіздер. Бұл жерде әрбір азаматта өзінде кем дегенде 6 айлық шығынды жабатын қор болу қажет. Міндетті түрде, хоть миллион жерден сіз қарызда болыңыз, хоть миллион жерден сіздің жағдайыңыз болмасын, или сіз табысты болыңыз, сізде финансовая подушка безопасности міндетті түрде болу керек. Ол сіздің кірген кірісіңіздің 10%-ын составляет. Допустим, егер де сізде отбасылық табыс жайға, ал еліңізбен жолдасыңыздың отбасылық бюджет бірге жасайтын болсаңыз, 600 мың теңге табыс болатын болса, 600 мың теңгенің ай сайын кемі 60 мың теңгесі сізде отбасылық қорға кетіп отыру керек. Мысалы, біз есептейік, күйеуіміздің жалақысы 350 мың теңге болсын, әйелінің жалақысы 250 мың теңгелік қарапайым отбасы. Отбасылық кіріс бізге 600 мың теңгені құрайды. Осы отбасылық кіріспен біз мысалы қанша уақытта қандай мақсаттарымызды орындай аламыз, қанша расходтарды кетіре аламыз, соған қараймыз. Мысалы, бұл жерде бөліп тастайтынбыз 50% шығындар. 50%-іміз бізде 300 мың теңге. Сіздің 300 мың теңгеден шығындарыңыз аспау керек. Оның ішінде тамақ, квартира, коммунальные услуги, жол ақысы,
может быть бензин болса соған, немесе автобуспен жүретін болсаңыз оңайыңызға, баланың садигі барлығы осы сумманың ішінде болу керек. Ол суммадан асыруға болмайды.